Сәлем достар, бүгін біз бешбармаққа, мантыға, пельмен, кеспе деген сияқты тағамдарға қамыр илейміз. Бірінші ыдысымызға ұнды саламыз, оның үстіне бөлме температурасындағы суды құйып, барлығын жақсылап илейміз. Біздің ұнымыз илектен өткізілген ұн болуы тиіс. Осылай қамырымызды жақсылап иін қандырып илеп, морозильникке сақтап қоюға болады, керек уақытында жайып қолдана беруге болады. Бұл қамырды универсальный тесто деуге болады. Рецебін описанияға қалдырып кетемін. Жасап көріңіздер барлықтарыңыз. Бұл қамырмен барлық бешбармақ, пельмен, манты және кеспеге де қолдануға болады. Қамырды жақсылап иін қандырып илейміз. Көрсетілген мөлшерден суды көп қоспаңыз, себебі көп қосып қойсаңыз, қамырымыз былшырақ болып шығады. Қамырымыз осындай болып, күшті болып шығуы керек. Иі қанған қамырдың табағымыздан білеміз, дұрыс шыққанын. Біздің табағымыз таза болса, қамырымыз дұрыс шықты деген сөз. Осы қамырды өзіме керек бөлікке бөліп, морозильникте сақтаймын. Өзіме керек кезде алып қолдана беремін. Енді менің каналыма лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер және тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық мөлшерлерін описанияға қалдырып кетемін. Бұл сенімді рецепт. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.